Бүгінгі тақырыбымыз күй аңызы әңгімесіндегі жасырын ойлар. Яғни біз күй аңызы әңгімесінің 3-ші сағатына, 3-ші тақырыбына келіп отырмыз. Әңгіменің мазмұнымен сіздер өте жақсы таныссыздар. Оқиға желісімен де таныссыздар. Кейіпкерлердің барлығын талдадыңыздар, білесіздер. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша бүгінгі сабақтағы біздің мақсатымыз тұтастан бөлшекке талдау болып табылады. Яғни тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдау деп отырғанымыз осы әңгімедегі оқиғалар желісін талдауымыз қажет. Ол үшін сіздердің қолдану деңгейіндегі 5-ші тапсырманы орындауларыңыз қажет. Күй аңызы әңгімесіне кешенді талдау, яғни сатылы кешенді талдаудың қысқаша түрін талдаймыз. Тақырыбы бұл шығармада көтерілген тақырып не деп ойлайсыздар? Әрине өнер тақырыбы, күйге, өнерге қатысты. Идеясы өнерді құрметтеу, күй өнерін құрметтеу деп алуға болады, және бұл шығармада астарлы ойлар, астарлы идеялар өте көп. Сондықтан сабақты мұқият тыңдаңыздар. Композициялық құрылымы мына жерде толық емес. Бірінші оқиғаның басталуы, одан кейін байланысы, одан кейін дамуы, шиеленісуі, шарықтау шегі және шешімі болу керек. Осы бағандар толтырып алыңыздар. Бұл сіздерге үлкен шпаргалка болады, өйткені қазір талдау барысында, басқа да жұмыстар барысында осы жоспарға, яғни композицияға сүйеніп тапсырманы қиналмай орындай бересіздер. Поэтикалық тілі, оны алдағы сабақта өтетін боламыз. Кейіпкерлермен кеше таныс болдыңыздар. Одан кейінгі осы қолдану деңгейінің 6-ші тапсырмасына көшейік. Осы жерде, осы 3 қадамнан тұратын тапсырманы орындау барысында біздің бүгінгі тақырыбымыз ашылады. Яғни күй аңызы әңгімесіндегі жасырын ойлар. Оқиға желісінің арасында автор не нәрсені көздеді, не нәрсені үгіттегісі келді, қандай мәселелерді көтерді, қазір біз талдайтын боламыз. Кестені дәптерлеріңізге сызып алсаңыздар болады. Бірінші қадам, яғни бірінші тапсырмамыз, бірінші жасайтын әңгіме эпизодтарында көтерілген мәселелерді анықтаңыздар дейді. Ең басында оқиғаның басында Естемес пен Оразымбеттің диалогынан бірнеше мәселелерді анықтауға болады. Өнер адамның отбасын құрмауы, яғни Естеместің 50-ге келгенше отбасын құрмауы, яғни әйел алмауы, үйленбеу мәселесі. Бұның ар жағында тағы қазбалайтын болсақ, ол неге 50 жасқа дейін үйленбеді деген сұраққа жауап іздейтін болсақ, ол күйге қыз берген қазақты көрген жоқпын дейді. Яғни өзінің әлеуметтік жағдайының төмендігі, әлеуметтік материалдық жағдайының төмендігі, қыз айттыратын малының, қалың малының болмауы осы жерде маңызды мәселелердің бірі болып тұр. Осы жерге бірінші қадамға жазып қойсаңыздар болады. Одан кейін өздері кезіккен үйдегі, жол бойында кездескен үйі, яғни қарияның үйіндегі жағдайы көтерілген мәселе деп қарастыруға болады. Яғни жұттан кейінгі жалғыз түйесінің суалып қалуы. Түйесі суалғаннан кейін ол кісілердің ішерге асы болмайды, жағдайы қиындайтын осы шығармадан сіздер көріп таныс болып отырсыздар. Тіпті келген қонағының өзіне сусын ұсына алмай, қара су берген жағдайлары кездесіп отыр. Бұны екінші мәселе деп белгілеп қойсаңыздар болады. Және де үшінші мәселе ретінде қызды қалың малға сатып жіберу мәселесі. Көп жағдайда қызды малға сату дұрыс емес деген мәселелер көтеріліп жатады, бірақ бұл дәл осы жағдайда қарияның одан басқа ешқандай амалы жоқ еді. Өйткені осындай түйесі суалып қалды, ол сүт бермейтін болса, азық-түлігі болмайтын болса, жұттан шығып отырған ауыл болса, ол кісілерге азық керек екені көрініп тұр. Енді адамның ішер асы болмаса, жағдайы қиындайды ғой, денсаулығы да нашарлайды, өлімге келіп соқтыруы мүмкін. Сондықтан осы 3 мәселені өздеріңізге түртіп алсаңыздар болады.
бұдан да көп тағы да қандай мәселелер болуы мүмкін, қандай проблемалар болуы мүмкін, соны тізіп жазсаңыздар болады. Енді екінші қадам, біз мәселелерді жазып алдық. Одан кейін екінші қадам, кейіпкерлердің қарым-қатынасы қандай дейді. Кейіпкерлердің арасында бір-біріне қарама-қарсы іс-әрекеттер, бір-бірін ұнатпай тұрса да, жақтырмай тұрса да, бір-біріне қарсы іс-әрекет болды ма? Әрине болған жоқ. Мысалға, жаңыл қыз елуге жеткен үлкен кісіні естеместі ұнатпай тұрса да, бірақ оған тіке бетіне айтқан жоқ, байқап отырсыздар. Тек қана өзінің бір ауыз сөзімен екі күйші де қатар өнерін көрсетсін деген сөз арқылы өзінің ішкі ойын білдіріп кеткен болатын. Және де жаңылдың нары иеп жаңағыдай сүт тамшылайын деп тұрған кезде нардың желін қатты қысып сүтті шығармай ұстап тұруынан осы жерден естемес біліп қалады ғой, түсініп қалады оның іс-әрекетінен неге олай істеп тұрғандығын, өзінің заманын өткенін түсінеді. Сол жерде де өзінің жағымсыз эмоциясын білдірмей, жаңағыдай сыртқа агрессиясын, ашуын білдірмей, тек қана Оразымбетке айтты, ар жағын сен тарт деді. Яғни жас жігітке өзінің орнын беріп тұр, өзінің жолын беріп тұр. Осы жерден адамдардың бір-біріне деген сыйластығын білуге болады. Қазақ деген сөзге тоқтаған халық дейді ғой. Осы жерде осы мақалдың, осы нақыл сөздің мағынасы кәдімгідей ашылып тұрған сияқты, өмірден мысал беріліп тұрған сияқты. Осы жерде сосын өнер адамдарына деген құрмет байқалады. Байқасаңыздар, қария осы сіздердің жаңағыдай өнерлеріңіздің күй деген құдіретті нәрсе ғой, осы жануарды иітіп жататын кезі болатын еді, сендер соны жасап көресіздер ме деп көмек сұрайды. Сол көмектен бас тартпай күйшілер келісім береді. Одан кейін олар да өзінің жаңағыдай, сізде елде жоқ қолқа салып тұрсыз, бізде елде жоқ нәрсе сұрайық деп қызын сұрағанда да өнер адамдарын сыйлап және өзінің жағдайына қарай қызын беруге келіседі. Осы жерде үлкен сыйластық жатқанын байқауға болады. Осыны жазып алсаңыздар болады. Енді үшінші қадамды толтыруға, қазіргі өмірде бұл мәселелер өзекті ме, неліктен? Мына бірінші қадамда да, бірінші бағанға да жазған, екінші бағанға жазған мәселелерді қазіргі өмірмен байланыстырып көріңіздер. Мысалы, өнер адамдарының үйленбей жүруі, өнер адамдарының жаңағыдай материалдық жағдайының төмен болуы, яғни ақшасының аз болуы, немесе жұт мәселесі, немесе қызды қалың малға беру, осылар қазіргі өмірде бар ма, кездесе ме, кездеспей ме? Одан кейінгі мына жерде сөзге тоқтау мәселесі, бір-бірін сыйлау, бір-біріне қарсы келмеу мәселелері бүгінгі таңда бар ма? Сол арқылы осы сұрақтарға жауап бере отырып кестені толтырсаңыздар, осы біздің шығармамыздағы күй аңызы әңгімесіндегі жасырын ойларды анықтаған боламыз. Бүгінгі сабақ түсінікті деген ойдамын. Сіздерде жаңадан ой туған шығар, сол ойларыңызды осы дәптерлеріңізге, кестеге жазып алсаңыздар болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.